Баршаңызға сәлем. Мен Айзада Тұңғышбаева. Бүгін сіздерге мына тұрған көйлекті қалай пішуін көрсетемін. Ұнаса лайк басып, подписаться етіп, қоңыраушаны бассаңыздар, мен сіздерге келесі түсірілімді хабарлап отырамын. Инстаграмға тіркелуді ұмытпаңыздар. Шарп көйлекті қалай пішуін көрсетемін. Мінекей, бұнда шарп көйлегіміздің ұзындығы 1:10 болған. Мінекей, ол мына жерге шейін келді біздің көйлегіміздің ұзындығы. Міне мынандай ұзын болған. И міне жақта бізде шашағы бар. Шашағы бар, шарпталып істей сағанмен. Сіздер де солай істесеңіздер болады. Оны мына ұзын болған, бүйтіп екі бүктеп алсаңыз да болады, или бір-бірлеп пішсеңіз де болады ортасынан. Мінекей мына жерден мойнын аламыз. Осы мойын айналасы бізде 17 сантиметр болған. Ол мына жерден белгілейміз. Мына төмен қарай 4 сантиметр түсіріп, бұны бүйтіп қоса саламыз. Одан кейін төмен түсіреміз. Мына жері 4, мына жер шыпыны саламыз. Шыпымыз біздің 13 сантиметр болған. Енді осы жерден мына жерге шейін бізде 20 сантиметр алып аламыз. Сөйтіп, бұны линейкамен бұлай сыза саламыз. Мені бүйтіп сызып алдық. Мына төбесінде мені 13 сантиметрлігімізде бұлай сызуға да болады. Мінекей, бұлай сызамыз. Енді мына жерде көкіректің айналасы 46 размер. Осы 46-ны бөліп сала саласыз. Міне ол мынау келді. Енді мынаны алып, өшерден бетіп, жұмырлап, бетіп қойсаңыз болады. Енді міне жерде қолдың ұзындығы, міне 30 ғылам десеңіздер, өлшеп аласыздар. Сөйтіп бұны бұлай қосасыздар. Енді міне жерде талидің ұзындығы 18 сантиметрден бөксенің ұзындығы, міне 18 сантиметр тағы төмен түссеңіз, бөксеңіз табылады. Біздің бөксемізді екі бөліп саламыз. Бөксеміз 50 сантиметр болған. 50-ді бүктеп саламыз. 25-тен болады. Міне. Енді бұны міне қарай қоса саласыз, трапеция қылып алсаңыз да болады. Міне осы бар болғаны бұл жерде өте қиын емес. Мойныңыздың айналасы, иығы 4 түсіресіз. Бұны ұзын қып сыза саласыз. Мына жерден қолдың ұзындығы. Мына жерден төмен түсірген кезде біз көкірегінің түсін тауып аламыз. Көкірегіміз 46 размер болған. 46-ны бөліп, нерге белгілейміз. Сонда бұл жерде 23 болып тұр бөлгенде. Міне өңкей, мына жерден 1 сантиметр запас аласыз. Мына жерде белдің ұзындығы, мына жерден өлшенеді. Одан кейін 18 түсіріп, бөксені аласыз да, бөксенің айналасы 50 сантиметр болған. Осыны екі бүктейміз да, 50 сантиметрді мерге белгілеп қойып, сыза саламыз. Мұны бар болғаны осы. Бұны қазір кесіп көреміз. Мінекей, мына жер шашағы болған менде. Мінекей бүйтіп кесіп. Мына бұл арқасы. Мына жерден алдын алуға болады. Алдын өзіңізге лайықтап аша бересіз. Мінекей осылай. Міне осылай. Бұл жерде выточка анау мынау жоқ. Мына қол түскен кезде жаңа суреттегідей әдемі көйлек шығады. Белдік байласаңыз да болады. Байламай да кие бересіз бұны. Міне осылай қайта-қайта сызып көрсеңіз, бұл жерде жүдә өлшемі өте аз. Ұнаса лайк басып, подписаться етіп, колокольчикті бассаңыздар, мен сіздерге жиі-жиі көрініп тұрамын. Инстаграмға да тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі түсірілімде бұдан да басқа түрі көйлектің көрсетемін. Мұқият қарап, көріп отырыңыздар.